Короче, не ғой, бір қыз Асамовкада тұрған ғой. И қарап тұрса, бір ата келатыр дейді да, қиналып келатыр дейді да. Екі қолында екі пакет жұмыртқа. Шал қиналып келатыр. Сөйтіп, ама қыз тұрғанда енді ораза кезі кішкене бір сауап жинайын деп айтқан ғой жаңа атаға. Ата, беріңіз жұмыртқаңызды сай тұрайын десе, ата айтады дейді. Қой айналайын, қытығым келеді деп. Ормандағы аңдардың барлығын, короче, Афганистанға соғысқа жібереді екен да, ешқайсысы тіркелмейді екенші, короче. И қоян тұрады да, короче, зашарил, құлағын кесіп тастайды ғой. И военкоматтан шығып келатыр дейді, я не годен, а так бармаймын, смело жүремін депші. И қасқыр тұрады айтады ғой, мен де бірдеңке істейін да дейді ғой, короче. И қоян тұрады, давай сен онда құйрығыңды кесіп таста, сен не годен боласың, бармайды дейді ғой, жібермейді сені. И ол да құйрығын кесіп тастай шығып келатыр дейді, я не годен, а так деп. И аю тұрады да қызығып айтқан ғой, жаңа сендердіксе құлағым жоқ кесіп тастайды, не құйрығым жоқ, не істеймін дейді ғой, короче. И қоян тұрады да, сен әпшуін кесіп тастасай ғой, смело қаласың дейді ғой. И давай идея дейді да, аю тұрады да әпшуін кесіп тастайды ғой, короче. И военкоматта настроение жоқ, салбырап шығып келатыр дейді да, аюш. И қоян тұрады да, не болды, не годенсің ба десе, әпшуімді бекер кесіп, майтабан екенмін ғой. Екі класстас 20 жылдан кейін жолыққан ғой. 20 жылдан кейін жолығып ана бір-бірін айтады дейді да. Брат, жүрші үйге, жүрш, күтем, от души кайфанем, татала бір отырайықшы, от души отырайықшы. И жүр дейді, үйіне барады, короче, ішет, жейді, плотно кайфуша, короче. И ұйықтайтын уақыт келеді, бірақ комнатада тұрады екен да жаңағы. Жататын жер жоқ та, сөйтіп анау айтады, әйелім екеуміз жатамыз, біз шетімізге жата сал дейді ғой, короче. Ұйықтайды, короче, сөйтеді да, ұйқысын қандырып, азанда тұрып, шай ішіп отырады ғой. Сөйтсе анау класстас айтады дейді біріншісі екіншісіне. Брат, ят болса да айтайын мен. Сенің қатының адам емес екен дейді ғой. Оңбаған екен қатының дейді ғой. Не болды десе? Түнімен ана жеріміз тап шықты дейді да, короче. Сөйтсе ана класстас айтады. Ол мен қостап жатқан на всякий случай деп айтады.